Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін пломбир кремін дайындаймыз. Бізге керекті тағамдар: сливки, сгущенка және қаймақ. Ең алдымен сливки мен қаймақты миксермен соғып аламыз, біркелкі болып араласқанша. Қаймақтың қою болғаны жақсы. Енді осыған сгущенкамызды қосып, тағы да жақсылап миксермен соғамыз. Мен бұл кремді көбінесе медовик дайындағанда пайдаланамын. Крем өте нәзік, дәмді болып шығады. Жаңа айтқанымдағыдай, қаймақтың қою болғаны жақсы. Сонда кремімізде қою жақсы болып шығады. Пломбир креміміз дайын. Бұл кремді кез келген тортқа пайдалануға болады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.